Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода мен WeChatқа өзіміздің Каспий картамызды тіркеп, паспорт арқылы верификациядан өту туралы айтамын. Ол үшін жерде служба дегенді басып, кошелек дегенді басамыз. Сіздерде осындай картс деген шығады. Осыны басамыз. Мына жерде плюсикті басамыз. Мінекей біраз загрузка болады. Загрузка өткеннен кейін сіздерде осындай шығуы мүмкін, ал егер шықпайтын болса, мына артқа қарай қазір жылжытып, мен сіздерге көрсетемін. Менде сразу шықты. Егер кейбірі шықпаса, параметрге кіріп, общийді басып, язык деген жерде ағылшынға ауыстырамыз. Сөйтіп ауыстырғаннан кейін барып сіздерде шығуы мүмкін. Ол әркімде әрқалай. Енді не жерде службаға кіреміз, қайтадан кошелекқа кіреміз, картс бөліміне кіреміз, плюсикті басып, осылай істегенде сіздерде міндетті түрде шығатын болады ағылшынға ауыстырған кезде. Енді осы жерде өзіміздің Каспий картамыздың 16 санын енгіземіз. Астында автомат түрде виза деп шығады. Next дегенді басамыз. Сосын бұл жерде бізде картамыз қай уақытқа дейін жарамды, сосын кейін CVI код картаның артындағы 3 санды жазып шығамыз. Осыларды жазып болған соң, жерде қазір белгілеп кетейін. Мінекей үстіп, Next'ті басамыз. Енді не жерде верификациядан өтіп тұр. Верификациядан өтеміз. Осылай біраз загрузка болады. Ешкімге тиіспейміз, күтеміз осыны соңына дейін загрузка болғанын. Міне автоматты түрде бізде Каспий голд картамыз WeChatқа тіркелді. Енді бізде осылай төлем паролін ойлап тауып керек не жерде. 6 сандық. Осы санды міндетті түрде бір жерге жазып алыңыз. Ертең сіз WeChat арқылы бір жерде төлейтін болсаңыз, там Pinduoduo, басқа сайттарда осы сұрайтын болады осы парольді. Енді верификациядан өту үшін сіздерде міне осындай окошко шығады. Осы жерде жасылды басамыз. Енді осы жерде паспорт дегенді таңдап, name деген жерге өзіміздің есіміз паспортта қалай тура солай жазамыз. Гендер деген жерге өзіміздің полымызды, одан кейін Қазақстан деп таңдаймыз. Регион деген жерге, ID деген жерге біздің паспортында қандай нөмір тұр, соны жазамыз. Оның астында қай уақыттан бастап, қай уақытқа дейін жарамды, соларды енгізіп шығамыз. Одан кейін адрес деген жерге Қазақстан, сізде мысалы қай қаласыз? Мен мысалы Қарағанды деп белгіледім. Одан кейін астында мысалы другой озер деген таңдайсаңыздар болады. Өстіп Next дегенді таңдап, осылай паспорт арқылы верификациядан өтеміз. Негізі удостоверение арқылы да өтуге болады, бірақ олай істеп не стоит, көбінде блокқа кетіреді. Сіздерді осылай нөміріңізді сұрайды, нөміріңізді жазасыз, сізге код келеді. Код келген соң сізде осылай паспортыңызды фотоға түсіріп, түріңізді осылай фотоға, видеоға түсіріп, верификациядан осылай өтесіз. Сонда сізде Викинпейға осындай смс келеді сізге. Яғни бір күннің ішінде қаралып, сізге ответін береміз деп. Менде 10 минуттың ішінде қаралып келді одобрение. Бұл жерден де әркімде әрқалай. Кейбіреуде 1 минутта келуі мүмкін. Әркімде әрқалай. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал егерде Қытайдың Пейзон, Alipay, Taobao 1688 сайттарын мен арқылы үйренгіңіз келсе, маған WhatsAppқа жазыңыз, сізге өзімнің подписчиктеріме 50% жеңілдікпен үйрететін боламын.